Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздерге пропискаға отыруды көрсетейін деп отырмын. Онлайн жаңағы бір үйге немесе өзіңіздің үйіңізге пропискаға отыру үшін егофта үйден өздеріңіз жасай берсеңіздер болады. Енді ең алдымен егофқа кірген кезде ең басты бетте прописка деп поискқа жазсаңыздар, осындай прописка по месту жительству деген шығатын болады. Орысша жаза берсеңіздер тез шығады. Одан кейін заказать услугу деген мына сары тұрған батырманы басасыздар. Әрине, ол үшін сіздердікі ЭЦП кілттеріңізбен кіріп тұрулары қажет. ЭЦП болмаса да QR-мен кірсеңіздер болады. Егер телефондарыңызда егоф болса, соны QR-ды суретке түсіру арқылы кірсеңіздер болады, немесе SMS-кодты алу арқылы кірсеңіздер болады. Міне, заказать услугу онлайн деп басқаннан кейін сіздерге осындай бет ашылады. Шаг 1, шаг 2, шаг 3 деп тұр. Осы шагтардың барлығын орындап болғаннан кейін пропискаға отыра аласыздар. Сосын ең бірінші сіздерде цель прописки деген шығады. Бұл жерде трудовой договор бойынша ма, или оқуға байланысты ма, егер ондай мақсат болмаса, другой деген таңдасаңыздар болады. Сосын екіншісінде общественная категория. Қандай категорияға жатасыз? Егер ешқайсысы болса, онда прочий деген басасыз. Егер біреудің қол астында жұмыс істесеңіздер, наемный дегенді таңдайсыздар. Сосын уровень образования, средний или высший тоже таңдайсыздар. Специальность, егер мына жерде жоқ болса, другой деген таңдайсыздар болады тоже. Сосын состояние в браке, яғни үйленгенсіз ба, тұрмыстасыз ба, жоқ па, соның бәрін таңдау. Причина регистрация, енді не үшін бір жаққа регистрация жасап жатсыз, тоже таңдайсыз. Мұнда әртүрлі причиналары тұр. Міне, изменение места жительства области, облыстың ішінде, немесе ауданның ішінде деген сияқты. Сосын, егер собственник, егер осы сіздің сатып алған үйіңіз болса, я собственник, егер біреудің үйі болса, онда біреудікі деп таңдайсыздар. Одан кейін мына жерге хозяинның, яғни сол үйдің хозяинның ині немесе анандай бір компания болса, бин керек болады. Содан кейін укажите адрес регистрации. Яғни сіздер қай үйге, қандай адреске, дом, квартира, корпус бәрін жазып шығасыздар да, проверить деген батырманы басасыздар. Соның бәрі тексеріліп болғаннан кейін продолжить басасыздар. Продолжить басқаннан кейін сіздерге ана жақта сіз ин жаздыңыз ғой. Сол хозяин, яғни үйдің хозяйны добро беру керек, тоже ЭЦП мен егофқа кіреді. Сіздің тастаған заявкаңызды қабылдайды. Содан кейін сізде уже екінші шақта уже қабылданды деген шығу керек. Сол кезде үшінші шақта сіз уже пропискаға отырды деген батырма шығатын болады. Егер де менің жаңағы түсірген видеом түсінікті болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып бөлісуді ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазсаңыздар, бірден жауап беремін. Енді мына егер регистрация арғарай қажет десеңіздер, мен арғарай да толық түсіріп беремін. Бұл тек қана мысалға осылай кіресіздер деп түсірген видеом болатын. Пайдалы болса, міндетті түрде бөлісіп кетіңіздер.